халықтың айтқаны сол, любойынан сұрасаң айтады, біз түрмеде өмір сүріп жатырмыз. Қазақты сол кредитті алуға мәжбүр қылып жатыр ғой көбінесе. Жалпы жағдайлары нашар ғой барлығының, жүрген жүрістері барлық квартирада. Қалай ақша табам, қайда барып күн көрем. Салық пен қымбатшылық туралы әңгіме шыққалы халықтың бас ауруы осы. Білесіздер, өткен айдың соңында үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Онда негізгі қозғалған тақырыптар коммуналдық қызметті көтеру, жанармайдың бағасын өсіреміз, құн салығын көбейтеміз деген сынды бірнеше мәселе талқыланған болатын. Бұл туралы алдыңғы бағдарламаларымызда кеңінен тарқатқан болатынбыз. Кейінгі өзгерістерге келетін болсақ, президент құн салығын 20%-ға емес, 16%-ға дейін көтеру туралы әңгіме қозғады. Және де бұл мәселені қайта пысықтауды тапсырды. Бүгінгі бағдарламада үкіметтің үкімі мен халықтың жанайқайын айтамыз. Эфирде ел дауысы ұжымы және мен Талаптан Иманбай. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Президент еліміздегі табысы жоғары бизнесмендермен кездесті. Оның ішінде сіз бен бізге жақсы танымал Тимур Құлыбаев та бар. Шығайбайлармен де президент салықты көтеру, экономиканы жақсарту сынды мәселелер туралы әңгіме қозғады. Арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін тиімді жол табу керек деді. Мен бұған дейін де айттым. Үкімет бұл мәселені депутаттармен және сарапшылармен егжей-тегжейлі талқылау керек. Бүгін айтылған ой пікірлерде ескеріледі. Мемлекетке барынша оңтайлы шешім қажет. Яғни бір жағынан бизнес жүргізуге кедергі келтірмей, қолайлы жағдай жасайтын, ал екінші жағынан салыққа қатысты тәртіпті күшейтіп, бюджет кірісін арттыратын тиімді жолды табуыңыз қажет. Ел президенті сөзінде бизнесмендердің де пікірі маңызды екенін айтты. Бастарын ауыртқандай болып, долларлық миллиардерлер ектерін изеп, бұл отырысты да аяқтады. Жиында нақты тағығандай әңгіме болғанын дөп басып айту қиын, себебі бірен-саран бейнероликтер тарағаны болмаса, толық түсірілімді ресми сайттардан табу мүмкін болмады. Осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Қалталылардың ойымен санасатын үкімет неге халықтың дауысын естімейді? Бір дүние қымбаттаса ертең не ішем, не жеймін деп отырған халыққа уайым. Ал ол әйелдерінің туған күніне $600,000 жұмсап жүргендерге уайым деп ойламаймын. Кімді меңзеп отырғанымды түсінген боларсыздар. Әрине экс-президенттің күйеуі баласы. Тимур Құлыбаевтың заңсыз иеленген активтері жайлы алдыңғы бағдарламаларымызда аз айтпадық. Соның ішінде $1 миллиард жуық қаржыны мемлекетке қайтарған болатын. Бірақ қазынаға қанша түсті, қайда жұмсалады, ол туралы ешқандай ақпарат жоқ. Бұл туралы саясаттанушы Жарқын Күрентаев айтқан болатын. Демек, сіздің ойыңызша $1 миллиард қағаз жүзінде қайтарылып, іс жүзінде жоқ болуы мүмкін ба? Ол біз білмейміз. Вот мен сондықтан айтып отырмын ғой. Мен түсінбейтін жағым, неге құпия қылады оны? Оны ашық жариялай ма үкімет бізге? Бас прокуратура. Осындай алайын деп отырмыз. Мына жерде ақшалай алайын деп отырмыз. Мына жерде жер алайын деп отырмыз деп. Ол сосын кейін бір, екінші оны қалай есептейді? Ешкім білмейді. Ол мысалы мен сізге мысал келтірдім ғой қамқор жөнінде. Қалай болды, не болды? Міне, пожалуйста. Егер осы қайталатындай болса, осындай оқиға, онда біз Қазақстанға ол қайтқан жоқ деген сөз. Ол өтірік, просто алтыда бір проблемный активтерге бізге тығып жібереді үкіметкен. Сосын біз отырғанымыз бәріміз. Ойбай, оны мен не істейді екенмін деп. Ондай болу мүмкін ба? Болу мүмкін. Сондықтан ол құпия болмау керек, ол ашық болу керек. Негізінен шетелге кеткен қаржы жуық арада қайтпайтын секілді. Оны президенттің мына сөзінен аңғаруға болады. Үкімет қаншалықты қиын болса да, жаппай үнемдеуге көшіп, бюджет қаржысын тек қана аса өзекті мәселелерді шешуге жұмсау керек. Көрпеге қарай көсілетін уақыт келді. Орынсыз шығынды тоқтатып, аяғымызды тартып басу қажет. Мемлекеттік қазынаның атауы ғана осындай сияқты, әйтпесе әлде біреулердің жеке меншігі іспетті. Себебі қанша түсті қайда жұмсалады ешкім
есеп бермейді, тек көзді алдайтын статистика ғана бар. Осы жерде америкалық жазушы Марк Твен өтіріктің 3 түрі бар. Соның бірі статистика дегенін де еске салған дұрыс сияқты. Ал енді сол статистиканы жазатын адамдарға халықтың көкейіндегі әңгімесін жеткізсек. Кейбір азаматтар елімізді мазақ қылуға әуестеніп барады. Мысалы, өзге елдердің өкілдері жоқ жерден керемет жетістіктерді, табыстарды тауып алып, оны шетелге жан-жақты насихаттап жатады. Ал біздің азаматтар, олардың ішінде шоу-бизнес өкілдері, өзін-өзі қоғам белсендісі санайтын жастар, тіпті депутаттар да бар, Қазақстанға неше түрлі лақап ат қоятын болды. Бұл енді мүлде түсініксіз, ақылға сыймайтын нәрсе. Штрафстан әзіл атауы елдегі болып жатқан жағдайларға орай шыққан атау. Бұған мән берудің керегі жоқ екенін сарапшыларымыз да айтқан еді. Сөзіміз дәйексіз болмасын, халықтың қымбатшылыққа деген ойын тыңдап көріңіздер. Қазір қазақ халқы деген жағдайлар нашар болып кетті екен. Осы кредитті әкеліп тығып жатыр. Қазақты сол кредитті алуға мәжбүр қылып жатыр ғой көбінесе. Пәтер жағдайында жағдайлары жоқтар көп қой қазір Қазақстан бойынша. Жалпы жағдайлары нашар ғой барлығының. Жүрген жүрістері барлығы квартирада. Квартираның бағасы 160-170 мың кемінде. А зарплатаның өзі 200 мыңға жетпейді. Халықтың айтқаны сол, любойынан сұрасаң айтады, біз түрмеде өмір сүріп жатырмыз. Әрбір қазақ өзінің үйінде кіріп шығу керек. Қазір қазақтың бәрі квартирада жүр ғой, білесің бе? Баяғыда патшамыз айтып еді, мысалы мынау біз арабтан жақсы өмір сүреміз деп, бірақ оған жете алмаймыз. Еркіндік қой. Ол ешкімге еркіндік бермей жатыр ғой қазір. Аттап басаң штраф. Сөз бостандығы деген жоқ. Қаражат бәріне жетпей жатқан. Осы сөздерден қымбатшылық халықты алқымнан алып тұрғанын байқауға болады. Одан кейін үкімет басындағылардың жұмысына көңіліңіз толады ма және қандай ұсынысыңыз бар деген сауалды қойдық. Экономиканы жөндеу керек. Одан кейін коррупцияны қою керек. А оны қойдыру үшін орган жұмыс істеу керек. Бірінші коррупцияны көсу керек. Южный Кореяда мысалы 90-шы жылдарда коррупция біздікі сияқты болатын. Қазір коррупциямен күрестік, Южный Корея қандай қазір дамып кетті. Бұрын біздің ақшамызды доллармен санаған кезде кейіннен теңгеге ауыстырды ғой. Сол ауыстырған кезде бір экономист санаған екен. Сол кездегі жалақы мен қазіргі жалақы бірдей. Егер халықтың жалақысын көтерсе, сол ақшаға еп тіреледі ғой бәрі түбінде. Сол жалақының көбеюі шығар. Айлығын көбейту керек, менің ойымша. Халық қалауы мүлдем басқа, ал оған мән беріп жатқан үкімет жоқ. Қазақтың халық қаласа хан түйесін сояды деген сөзі бүгінде күші кеткен сыңайлы. Осы жерде 2022 жылғы жағдайды еске салайық. Әркімнің ойы әртүрлі. Бұл жағдайдың қайталануын тілемейміз әрине. Бірақ жаман айтпай, жақсы жоқ. 2022 жылғы қаңтар оқиғасының орын алуына жанармай мен газдың қымбаттауы халық наразылығының бір себебі болған еді. Сол кезде берілген уәде бүгінде бұзылды. Қаңтар оқиғасы қайталануы мүмкін ба деген сауалды да қала тұрғындарынан сұрап көрдік. Осыдан кейін халық қайтадан шығады деп ойлайсыз ба? Жылдан жылға деген азық-түлік қымбаттап жатыр. Қымбатшылық жан-жақта жайлап кетті қазір. Егерде бүйтіп қыса беретін болса, шықпақ түгіл төңкереді деп ойлаймын. Әрине, бір күн жарылады ғой. Халықтың шыдап таусылған уақыт қой қазір. Халықтан көп нәрсені күтуге болады, былай ойлап қарасаңыз, бірақ білмеймін енді. Халық ашынша шығады ғой. Халық көтерілем десе, бірақ күнде ғой негізі. Иә, ол да мүмкін. Оған жауап бере алмаймын, білмеймін, шын. Білсем айтатын конкрет. Мүмкін. Бәрі мүмкін дейсіз бе? Бәрі мүмкін. Қазір Қазақстан бойынша барлығымыздың жағдайымыз нашарлап бара жатыр. Халықтың бәрі кредитке кіріп кетті ғой, содан қорқады. Өз ойым. Сосын тыныш отырған жақсы көреді. Мүмкін. Қыта берсем мүмкін. Еңбек ақысы көтерген жоқ, сондықтан
көтеруі мүмкін. Жоқ, олай ойламаймын. Өйткені біз үйреніп қалдық қой сондай нәрсеге. Енді қатты көтерілетін болса шығады қайтадан. Қаңтар қақтығысы қайталанса басқа топтар пайдаланып кетуі мүмкін екендігін айтқанбыз. Елде болып жатқан бұл жағдайларды саясаттанушы қалай бағамдайды? Қандай қауіп бар? Бұл жағдайлар немен аяқталуы мүмкін? Сосын анау 2 қаңтар деп айтып жатсыңдар ғой. Ол 2 қаңтардан 10 есе ме, 100 есе ме болайын деп тұр. Бұл себебі наразылық мына халықтың барлық деңгейінде, жастардың арасында, ауылда тұратындардың арасында, қалада тұратындардың арасында, зейнеткерлердің арасында, барлығында бірдей қазір наразылық қаулап келе жатыр. Осыны тоқтату үшін жүйелі түрде бағдарлама қабылдап жұмыстану керек. Және ол бағдарлама бүгін ертең өрт сөндіретін машинаның қызметі емес, стратегиялық тұрғыдан елдің дамуын шешетін мәселе болу керек. Ол үшін Қазақстанның дамуын осы уақытқа дейін 3 атом электростанциясы шешкен жоқ, қазір саламыз деген. Бұл сандырақтар, осыларды тоқтату керек. Сол кезде ғана жұмыс жүреді. Содан кейін анау айыппұлдар салынатын. Адамның түсіне де кірмейтін айыппұлдарды ойлап, соны заңдастырып, бірдеңе істеп жатыр. Бұл былай айтқанда, ана халықтың ішінен жарылатын бомбаны дайындап жатыр. Соны тоқтатуға бірақ милар жетпей жатыр. Осының недені қоғамдағы мына ушыққан жағдай әрмен қарай ушығу үстінде. Мұндай мысалы анау автомобильдерге салынатын, басқалай салынатын, түске кірмейтін штрафтар, айыппұлдар. Сол арқылы салықты толтырамыз, бюджетті толтырамыз дейді. Онымен толмайды бюджет. Содан кейін анау 16%-ға дейін НДС деген салықты өсіріп жатыр. Төмендетудің орнына былтыр февраль айында президент тапсырма берген, салықты төмендету керек деп. Бұл өсуіне байланысты инвесторлар қазір келмейді бізге. Келген инвесторлардың көбі Өзбекстан мен Монғолияға кетіп жатыр. Осы үрдіс жалғаса береді. Бізге ешкім келмейді. Ешкім Қазақстан экономикасына қарсы қалмайтын болады. Сондықтан біз осы мәселелерді комплекс шешуіміз керек. Және оны ұйықтап отырып емес, мына көрші Ресейдің мүддесі үшін отырған чиновник тағы басқаларды бәрін кетіру керек. Президент және оны 1-2 айдың ішінде шешу керек. Егер шешпейтін болса, кешігуі мүмкін. Және ондай төңкерістерді ешбір прокуратурада, құқық органдарда, басқаларда алдын ала болжап айта алмайды. Қазір енді мына көмірсутегіні, мұнай газдарды тағы қымбаттатып жатыр. Бұрынғы 22 жылғы не газдың құнын 2 есе өсіруден басталды ғой. Ал қазір бұндай қымбаттау және оған қосымша инфляция тоқтаусыз жалғасқан. Теріс үрдіс әрмен қарай жалғасуда. Осыны бірден тоқтатып, жұмысқа кірісу керек. Президенттің өзі сыртқы мәселелерді қоя тұрып, ішкі мәселені шешу керек қазір. Онсыз, ол қайталап айтам, 10 есе ме, 100 есе ме артық көтеріліс болады. Өзде ешқандай әскер де, полиция, ешкім көмек бере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан қазір тез кірісу керек. Жалпы бір жыл істеп үлгермеген үкіметке сын айту қиын, өйткені ерте деп ойлаймын. Оның өзі үкімет тағайындалған соң бізде су тасқыны басталды, жаршылық сумен күресіп, солай біраз уақыт жүріп келді ғой. Бірақ президенттің істеріне қарағанда, сөзіне қарағанда, ең басты сын экономикалық блок қайтып жатыр. Сондықтан сол экономикалық блок қанағаттандырмай жатыр деген бір түсінікке келдік. Өйткені экономиканың министрі ауысты, оның үстінен мынау жақында жиналыста ұсынған нені НДС-ті көтереміз деген салықтың, онда президент өте жоғары ұсындыңдар деп тағы бір айтылды. Оны жиналып эксперттермен
ақылдасып талқылап сосын ғана шығыңдар деген сөз айтылды. Қаңтардың өзі мәселесін оның себебінде өздеріңіз біліп отырсыздар. Ол бірінен халық митингке шыққанымен, бірақ ар жағында бірталай ұйымдастырушылар тұрғанды. Адамдарды әкелген ұйымдастырушылар тұрған, сосын анау оқ атып жүрген бірталай провокаторлар болған, олар да болды. Сондықтан сол бұрынғы түрде біреудің арам ойы болмаса, қаңтардың қайталануы мүмкін емес деп ойлаймын. Жалпы жай мынау қазақтар енді митингке шығу, өзі пікірін білдіру деген ондай мүмкіндіктер бар, ондай мүмкіндіктерді билік өзі берген халыққа. Сондықтан егер ондай бір жоспарлар болып жатса, ондай бір топ халық шығуы мүмкін. Бірақ әлеуметтік жағдайда меніңше халыққа жайдан жай ақшаны бөлу дегеннен бас тарту керек, қайта жұмыс табу керек, жұмыс беру керек. Қиналған халық нақты қашанға дейін шыдайтынын дөп басып айту мүмкін емес. Біз бұнымен не айтқымыз келді? Билік басында отырған шенеунік мырзалар, сіздерден халық аспандағы айдалып бер деп отырған жоқ. Қарапайым ғана халықты тонамаңыздар. Шетел асқан активтерді қайтарыңыздар. Әлде ол аспандағы айдалып беруден де қиын ба? Осы уақытқа дейін елден 240 миллиард ақш доллары шамасындағы ақша ұрланып шетел асып кеткенін айттық. Бұл мемлекетке халықтың сеніп берген қаржысы екенін айтқанбыз. Алдына қойған сұрағымды қайталайын. Сонда елді тойымсыздар тонап шетелге қашып, жайбырақат өмір сүреді, ал олар ұрлаған ақшаның орнын халық толтыру керек па? Халықтың қаншалықты наразы екенін бүгін көрсете алдық деп ойлаймыз. Жылан болсаң дәуіт бар, жуан болсаң халық бар деген тәмсілді ұмытпаңыздар. Мемлекет басындағылардың қолданып жатқан осы шараларынан кейін көз алдымызда бюджетті толтыру үшін тек халық қалтасынан алып жатқандай көрінеді. Бұл шараларға экономист маман не дейді? Басқа амалы бар ма сұрап көрдік. Үкіметтің жасап жатқан жұмыстарына ешқандай көңілім толмайды. Бұрыннан да бұл үкімет негізіне жаңаратын үкімет еді. Бірақ біз үкіметтің қатты бір жаңарып жатқанын көрмейміз. Негізінде егер маған салса, осы үкіметті 70-80%-ға бірақ жаңарып тастайтын едім. Енді жалпы жағдайға қарайтын болсақ, бізде экономикалық өсім болып тұр соңғы жылдарда. Ол өткен жылда 5%-ның үстінде өсім, және алдыңғы жылы 2024 жылы 4%-ның үстіндегі өсім болып. Бірақ бұл өсімдер халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайында көрініс тауып отырған жоқ. Себебі бұл өсімнің барлығы негізінен қымбатшылықтан, бағаның өсімі, тауарлардың бағасының өсімі арқылы жеткізіліп отырған өсім. Айтқан кезде инфляцияның нәтижесінде ғана болып отырған өсім деп айтуға болады. Ал ондай өсім бізге керек пе? Менің ойымша ондай өсім бізге қажет жоқ. Бізге халықтың әлеуметтік жағдайы жақсаратын, халықтың төлем қабілеті жақсаратын, өмір сүру сапасы жақсаратын экономикалық өсім керек. Соңғы жылдарда егер қарайтын болсақ, нақты бір статистика бар. 2005 жылдан былай қарай санайтын болсақ, 2005 жылдан бастап Қазақстан экономикасының, егер сол жылғы базалық бағаны бекітіп санайтын болсақ, бүгінде Қазақстан экономикасы 160 миллиард доллар ғана болады екен. Сол 2005 жылғы бағаларымен санайтын болсақ. Демек 2005 жылдан бері қарай 20 жылдағы бағаның өсімінің нәтижесінде бізде қазір 260 миллиард доллар болды. Сонда 100 миллиард долларға бағалар жай ғана өскен. Тауар көлемі өспеген, тауар өндіру көлемі емес, бағалардың өсімі арқылы 100 миллиард доллар құрастырылды. Сондықтан да бұндай өсім әрине халықтың өмір сүру сапасында көрініс таппайды. Бұндай өсім шын мәнінде бізге керек емес. Егер қазіргі үкіметке салатын болсақ, президент айтып отыр, 2029 жылы 450 миллиард доллар жалпы ішкі өнім жасаймыз деп. Қазіргі үкімет оны да жасай салады, оп-оңай жаңағыдай тауарлардың бағасын өсіреді де, сонда біз жаңағы 260 миллиард долларымыз 450 миллиард доллар бола салады. Сөйтіп, олай жасаған өсім бізге қажет жоқ мүлдем. Сондықтан да ол 450 миллиард долларға жетті ме? Демек, халықтың өмір сүру сапасы жақсару керек, халқымыздың табысы арту керек. Міне осындай өсім бізге қажет. Сондықтан да бізде жыл өткен сайын егер қарайтын болсақ, инфляция жоғары, ал халықтың табысы өспей жатқан жоқ деп айта алмаймын. Өсіп жатыр. Статистикаға қарайтын болсақ, белгілі дәрежеде өсіп жатыр. Бірақ халықтың табысының өсімі бір 5%-дай,
орташасын алсақ. Ал инфляция 10%. Және ол бір жыл болса ештеңе емес. 3-5 жылға дейін солай жалғаса беретін болса, бұл екеуінің арасы алшақтай береді. Сондықтан да біз бүгінгі таңда көріп отырмыз, халықтың табысының төмендеуін, одан ары кедейленуі осы үдерістер арқылы болып жатыр. Экономист мырзаның сөзі де халықтың ойымен ұштасатынын естідіңіздер. Билік басына білікті маман жаңа жобалар керектігі анық. Сонда ғана түнерген бұлт артынан күн шығар. Әліптің артын баққаннан басқа амалымыз жоқ секілді. Бүгінгі бағдарламада айтарымыз осы, құрметті көрермен. Ел даусы бұл елдің үні. Егер де сіздерде бір қандай да бір мәселе туындаса, біздің төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Бізде міндет түрде кері байланыс болады. Бүгінгі бағдарламаны дайындаған Шолпан Оразбекова, Әлия Алмауытова, Рахат Қосай және мен Талаптан Иманбай. Жоба жетекшісі Гүлжан Ерғалиева. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.